Бізде бүгінгі съемка аяқталды, короче. 7-ші күнде аяқталдық. Қазір үйге қайтып барып демалатын боламыз. Ой, міне балдар жайлап қайтып жиналып жатыр барлығы мінекей. Короче, қызық болып жатыр. 1-ші класста басталды ғой мен. Оқыту ерте басталды. Оқыдым. Мына төбелеске шыққанда қорықтың ба? Қалай? Төбелестің бе? Төбелестік. 6-ші класста оқып жүргенде 7-ші класстармен төбелесетінбіз мектепте. Қалай? Ит шығыс па? Жоқ, жалып кететінбіз ғой. Қорықпайтын ақ қой. Төбелесіп жүре беретін. Массовый. Таспен атысқан кезіміз болды. Міне керемет. Ал енді мына мектепте оқыдың 9-ші классқа келгенде сен мына қыздарға ғашық болған, сыртынан ғашық болдың. Хат жазып көрдің бе оларға? Иә, ол кезде жаңағы ВК болды, Инстаграм болды. Олармен жазып, сезімімді білдіріп, сол арқылы тәк. бір-екеуімен жүрген жайым бар көбі. Бақ, міне керемет. Махаббат қай класста басталады екен? 7-ші класста басталды ғой мен. Оқыту ерте басталды. Мына атаң тек қана 9-ші класста махаббат бірінші күнде. Қазіргі жастар қалай ойлайды? Спортты неге сүймейді? Неге бәрінің қарындары шарты, ондай семіз балалар көбейіп кеткен? Білмеймін енді. Қазір неге спортпен айналысатында балдар көп? 1%. Аз ба? Бәрі 99% айналыспайды. Неге? Ассалаумағалейкум, Алланың қалауымен бала кезгі арманым орындалып, үлкен киноға түсіп жатырмын. Бұйырса, Сыныптас деген үлкен кинодан мені көретін боласыздар. Алаш фильм Сыныптас соңғы қоңырау. Entertainmenттің ішінде балдармен бірінші атаман кім болды бұрында? Бұл жерде атаман жоқ қой, мен ғой негізі. Мектепте нешінші атаман болдың? Мен мектепте черт болдым таза. Бір атаман болғанда жоқпын, бір ешкіммен ерегіспей жүрген адаммын ғой. Чисто араласам. Мектеп класста. Мектепте 3-ші ме, 2-ші, 3-ші, 2 мен 3. Енді балалар болып жиналдыңыздар ғой. Сол кезде кругта кім бірінші атаман болды? Білмеймін. Асқар мен деді ғой. Как будто жиналған кезде, құрылған кезде кім бірінші атаман болды дейді да. Асқар мен депті. Соны барып шешіп кетеміз. Мен онда. Кезде кім бірінші атаман болды сол кезде? Онда мен боламын. Асқар айтты ма мен де болдым. Бірақ қарны бар, бойы қысқа, бірақ накачанный. Қайсысы екеуіне? Бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы ұзын, бірақ қарны бар, бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы қысқа, накачанный, өзім күйем сондай. Бойы қысқа емес енді, мен өзім бойым миниатюрная, из-за этого бойы ұзынырақ менен. Так что пойдет. Қарны бар, немесе бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы ұзын, қарны бар. Бойы ұзын, бірақ қарны бар жігіт, бойы қысқа, бірақ накачанный. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Бірақ накачанный. Самый главный накачанный. Бойы ұзын, қарны бар, немесе бойы қысқа, накачанный. Бойы ұзын, қарны бар, лучше будет, потому что кешірім сұрайым. Өйткені мен бойым ұзын. Это очевидно было. А қарнын өзіңіз кетіріп аласыз? Конечно. Диетаға отырып, бірге спортзалға барамыз ғой. Ұзын, бірақ қарны бар. Бойы қысқа, бірақ накачанный. Ешқайсысы? Ешқайсысы. Не буду скрывать. Біз барлығымыз түр әлпетке қараймыз. Бойы ұзын жігітті таңдаушы едім, а ананы я бы жұмыс істеуші едім. Подработала бы над животом. Жаным, мен мына жерде актерлар жөн болады, потом көңілім қалды, ана кезде суретке бір өзінше түспеу. Алматы немесе Астана? Астана. Сон Паскаль немесе Қазбек Құрайш? Блин, Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Аро? Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Илхан? Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Әділет Жауғашар? Ол кім? Әділет Жауғашар, бұртыйғаныңды... Ол емес. Ол емес па? Қазақша өлең қатты дейді тыңдамаймын да. Қазақпайский болады. Сон Паскаль. Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Мираж Жүгінов? Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Райым? Сон Паскаль. Сон Паскаль немесе Батырхан Маликов? Әлем? Әлем. Обожаю. Болды ма? Әлем ба? Әлем ғой. Әлем немесе Садрадин? Әлем.
Садрединге көңілім қалды, ана кезде суретке бір өзінше түспей қойды. Соған көңіліңіз қалды ма? Соған көңілім қалды. Садырадин көңілі қалыпты, срочно келіп фотоға түсіп беріңіз. Әлем түсті ғой, прикиньте, иә. Әлемнің қасында не болды деп. Әлем немесе Қайрат Нұртас? Әлем. Әлем бізде бірінші орда. Болады. Рамазан ақшаны жақсы жинай аласыз ба? Жоқ. Келет кетеді ма? Иә, өткен біз тоқтамай жобалар жасаймыз деген сияқты. Айына қанша табасыз? Мен білмеймін. Білмейсіз. Төлері. Иә. Келіншегіңізге, қызыңызға қанша ақша жұмсайсыз? Көп. Ол кісілер кішкене нормально. Білмеймін енді. Миллион шығар айына. Әлемде. Ажан қитсай мен келіншегім көрмесін. Жай білмеймін. Прям 2 миллион беріп емес. Жай есептеп қарасынан шықпайтын сияқты. Білдірмей алады олар да. Сыныптас сөйлемі қанша касса жинайды? 3,5 миллиард. 3,5 миллиард. Әдемі. 3,5 миллиард. Ол ең төменгі. В худшем случае ғой. Сосын андай сыбыс болып отыр ғой. Леонардо Ди Каприо эпизодта бар дейді ғой. Бар. Точно бар. Келіңіздер, сыныптасқа Леонардо Ди Каприо түседі. Ақша жинай аласыз ба? Иә. Бұрын жинай алмайтынмын, қазір соңғы кездер жай жинап бастадым. Бір айлық табысыңыз қанша? Әр кезде әртүрлі миллионның үстінде. Миллионның үстінде. Шығындарым да сондай миллионның үстінде болып тұр енді. Кредит бар, квартира бар деген сияқты. Келіншегіңізге қанша ақша жұмсайсыз? Айына ма? Әртүрлі енді. Миллионның үстінде десеңіз. Жоқ, ондай емес. Бір 100 бен 300-ның арасында деп алуға болатын шығар. Түсінікті. Сыныптас фильмі қанша касса жинайды? Құдай қаласа 3,5 миллиард деп отырық енді өзіміз. Әдем. Бұл енді не только Қазақстан, бүкіл әлем көретін кино болайын деп тұр да өзі. Брэд Питт қатысады дейді, сол рас па? Енді оны айтпаймыз деп едік, сіздер енді жариялап жатсаңыздар. Бір-екі кадрында бар, мұғалім болып келетін жер бар. Мектепте нешінші атаман болдыңыз? Мен мектепте 3-ші атаман болдым. 3-ші атаман? Иә, 3-ші атаман болдым. Мектептегілер көріп қойып, ұят болып қалмай ма еді? Жоқ, қазір көріп қалатын болса тәжет бәрі мен. Қазір 1-ші атаманды айта алам болады. Сіздің келіншегіңіздің енесі үйден шық десе не деп айтасыз? Өзің шық деп айтам. Сіздің келіншегіңіздің енесі сізге шық деп айтса? Мен келіншегім енесі ма? Иә. Шық деп айтса. Ол сіздің кіміңіз болады? Енеш емес менде. Келіншегіңіздің енесі. Менің келіншегімнің енесі. Келіншегінің енесі сізге кім болады? Әйеліңізге ене болады сізге? Менің әйелімнің енесі. Енесі. Мен мамам. Иә. Мен мамама шық деп айта алмайсың ба? Шықпаймын. Шық десе, жәліп бір шығып қайтып келіп. Жуырда үлкен сахнада сыныптас.